Осылай біз сорпаға елейміз. Кішкене су араластырып жібереміз. Сол кезде қамырларымыз өте дәмді болып шығады. Қараңызшы, сап-сары болып, әдемі болып шығады. Мен мамаға айтатырмын да, мама да бүгін алтын касса. Соны айтам, дайындалатын мен, ақша алатын мама. Что там, бөлісеміз ба мама? Остановись, бэби. Келет там. Мен нан елеп, нан жайып берем анып тұрған соң қашан жайып болады соң қиын. Қалдарыңыз қалай? Әлем деген жігіттікі. Есілден. Шаршу үйген. Әшейін еще. Үйдің шаршуы. Бұрын мамалар базарда қостабар сатқанда Фарида келеді. Мамалар қостабар. Қостабар. Бірақ Фарида біздің ауылдың келіні. Бағжаттардың енді інілері болады. Жақын арбасқан. Жақын арбасқан. Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Құтты болсын. Ереңнің кассасы. Бүгін байырмай. Қалайсыздар, бүгін сіздер ерте келейін деп ойлаймын. Әже болдыңыз ғой енді. Жарқырап жайнап жүре беріңіз осындай. Образына күшті келді. Жаңа байлар жасасыздар. Мамалар маған тапсырма берді. Алтын сандықтың ақшасын салатын тарелканы дайындап алып келдік. Мына жаққа қазір тарелкаға осылай конфеттерді саламыз. Мен ана жаққа мақтап отырмын. Кімде наличка? Ал жаңа тапке. Алтын сандығын құтты болсын. Ақша салынған сайын мама орнынан тұрып. Мына группа, коллектив кассаның атынан құтты болсын, берекелі болсын, жақсы жерге жаратыңыз, жақсы жерлерге апарсын. Кардан анақа тықып болмасам, қанша алды болады бізге? Алтын санды. Не деген алтын сандық алушы. Ой, Мен кеттім енді. Дәс деймін. Айран сасы тұр. Мен екіншісінде барам. Бірақ қалса, Алла қалса. Болмысын. Суган қайда мама кешегі? Өлі бұндай бердім мен ба? Чемоданға сатсам. Уже ма? Мен... Давай, сен жетіп алыңыз. Әлемтай, давай пока. Давай, пока. Батыс кептіруге, шаш кептіруге. Домашний компот жена вчера ночью приготовила. Айран. Жаңадан көшіп келген көршіміз сіздерді дәмін көріңіздер деп бізге берді. Тоқтасам чортпын. Пунктуальный емес шығар, қойып үлгерейік бәрін. Мен батын кептіріп үлгерейін. Бізде тренд. Мама бүгін касса ойнайын жеп жатыр, алтын касса. Егер мама ұтылса, кассаның ақшасын бүгін мен алам. Ал егер мама ұтса, сол кассаның ақшасына мен тағы да ақша қосып беремін. Кеттік. Сіз таңдаңыз. Енді сіз көзін жұмыңыз. Кассаның ақшасы и кассаның ақшасы. Вот. Ақшасын төлейсің. Жандалған ба? Йо, бірінші жоба.
Кассаның ақшасын маған бересің? Жоқ. Кассаның ақшасын маған бересің? Кассаның ақшасын мен аламын. Жоқ, іште қосып бересің сенің дегенде. Соңғы кездері маған оқырмандарымнан және айналамдағы жақындарымнан көп сөздер естіп жатырмын. Танчо бала босанғалы, нежная, женственная болып кеткен деп. Бұл сөз мені кәдімгідей қуантады. Рахмет көп-көп. Және де осындай қонақ күткен, үй жинап жатқан бір стористарымды көрген кезде үлкен әпкелерім ниеттеніп жатады. Осындай келін бұйырсын, қызыма жұғысты болсын деп. Менен жақсы нәрсе көріп отырған сіздерге көп-көп рахмет. Сол ниеттеріңізге жетіңіздер деймін. Адам негізі жақсы нәрселерді көп көрсе, жақсы сөздер көп сөйлесе, сол ниетіне жетеді. Екі есе болып өзіне қайтып келеді негізі. Оған енді көзім жетті деп айта аламын. Және де біз сияқты көп жылдар бойы бала аңсап жүрген келіншектер де жазады. Сол ниеттеріңізге жетіңіздер, сіздер де балалы болыңыздар деген келеді. Негізі сол айтып жатқан арман мақсаттарыңызға жету, оның барлығы мынау ішкі состояниеңізге байланысты. Өзіңізбен проработка жасасаңыздар, Алланың қалауымен сол бүкіл армандарыңызға тез жетесіздер. Мен үшін жақсы проработка жасайтын ол Айнұр әпке. Бүгін Айнұр әпкенің сторисін көріп қалдым. 3 күн бойы онлайн ретрит өткізейін деп жатыр екен. Сол жақта 3 күн бойы проработка жасайды адамдар. Негізі сіздің өміріңіздегі ең маңызды жобаның бірі ол өзіңіз. Сол үшін қазірден бастап өзіңізбен жұмыс жасаңыздар. Жақсы психологпен жұмыс жасасаңыздар, оның барлығы 100% бәрін өзі дайынға әшейін топекаға отырмын мен де. Шынды осы кетем десеңші. Таң солған бәрін дайындап қойды. Кассаның ақшасын осыған салып жүректен ғой. Маған осылай ескі ағаш швабрамен, осындай өзіме ыңғайлы тряпкамен пол жуған ұнайды. Мынандай неше түрлі навороченный швабрам бар, бірақ онымен қолданбаймын. Үйтіп сызылып жүруге уақыт жоқ. Өзіме осылай бұрынғы швабрамен жуған ұнайды.